Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы менің отбасым. Тема урока моя семья. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Бұл менің отбасым. Это моя семья. Қарындас, так говорят мальчики. Сіңілі, так говорят девочки. Бұл менің атам. Это мой дедушка. Бұл менің әжем. Это моя бабушка. Бұл менің әкем. Это мой папа. Бұл менің ағам. Это мой брат. Бұл менің әпкем. Это моя сестра. Бұл менің інім. Это мой младший брат. Бұл менің қарындасым. Это моя младшая сестра. Так говорят мальчики. Бұл менің сіңілім. Это моя младшая сестра. Так говорят девочки. Екінші тапсырма. Тыңда, сәйкестендір. Второе задание. Послушай. Бұл менің ағам. Это мой брат. Бұл менің атам. Это мой дедушка. Бұл менің анам. Это моя мама. Бұл менің әкем. Это мой папа. Үшінші тапсырма. Бала сұраққа қалай жауап берді? Бастыр сыз. Третье задание. Как мальчик ответил на вопрос? Бұл кім? Кто это? Бұл менің атам. Это мой дедушка. Бұл менің әжем. Это моя бабушка. Бұл менің әкем. Это мой папа. Бұл менің анам. Это моя мама. Бұл менің ағам. Это мой брат. Бұл менің әпкем. Это моя сестра. Балалар, демалайық. Жолдарына үңіліп, екі бақа жүгіріп, секіреді бақ-бақ, ағаштарды аттап. Олар ерте тұрады, беті қолын жуады, оңға солға шайқалып, бақылдайды ән салып. Судан шіркей табады, өсіп үлкен болады. Бақ, бақ, нақ, нақ, біздер айттық тақ, бақ. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.